Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстанда ұлттық автономиялары. Сабақтың мақсатына тоқталатын болсақ, бірінші, Қазақстанда құрылған ұлттық автономиялардың маңыздылығына баға беру. Қазақ зиялылардың қоғамдағы рөлі мен қызметіне талдау жасаймыз. 1918 жылы қаңтарда Алашорда үкіметі Кеңес үкіметі мен Халық комиссиялар кеңесінің төрағасы Владимир Ильич Ленин мен ұлт істері жөнінде халық комиссарлары Иосиф Сталин мен Алаш автономиясын тану туралы келіссөздер басталды. Осы мақсатпен Мәскеуде Алашорда делегациясы аттандырылды. 1918 жылы 19-20 наурызда Әлихан Бөкейханов және орынның орынбасарлары Ғаппасов Владимир Ильич Ленин мен жаңа құрылған Алаш автономиясын таңу туралы телеграф арқылы келіссөздер жүргізілді. Алайда Кеңес үкіметі ұлттық либералды демократиялық партия басқаратын ұлттық автономияны таңуға мүдделі емес еді. Сонымен қатар бұл Алашорда үкіметінің 3 бөлімшесі болды. Біріншісі Семейде Әлихан Бөкейхан басқарған, шығыс бөлімшесі Қазақстанда Жахитша Халел Досмағамбетовтер басқарған, батыс бөлімшесі бастапқыда Ойыл уәлияты деп аталды, кейіннен Торғайда Ахмет Байтұрсынов басқарған Торғай бөлімшесі құрылды. Уақыт өте келе, Алашорда басшылары большевиктерге қарсы күштерден алшақтай бастады. Мұның себебі ақ гвардияшылардың автономияны мойындамауы, қазақ ауылдарын тонауы, мал мен азық-түлікті күшпен тартып алуы болды. Әскери қимылдар барынша ақтар қозғалыстарының барлық одақтастары бірыңғай және бөлінбейтін Ресейдің жақтастары болып табылатыны айқын көрініс табылды. Қазақ автономиясының құрылуы мен қолдамайтыны байқалды. Автономия жаудан үкіметтен алашордашылар Сібір үкіметінің билігін тонауға және солардың барлығын құруға мәжбүрледі. Халық жасақтары ақ гвардиялық әскери басшылықтарға бағындырған жоқ. Комич, директория, адмирал Колчак құрылған автономия Алашорда үкіметін мойындаған жоқ. Себебі 1918 пен 1919 жылдары оны жою туралы жарлықтар жарияланды. Ақ гвардияшылдар саяси келіспеушіліктер Алашорда көшбасшыларының контрреволюциялық коллаборациясынан қол үзуіне әкеліп соқтырды. Одақтастар наразы болуы, қызыл әскер позицияларының күшеюі алашордалықтардың большевиктермен күресін бәсеңдеуіне әкелді. Алашорда Торғай бөлімшесінің басшысы Ахмет Байтұрсынов 1919 жылы комиссар Әлібек Жангелдинмен кездесіп, Мәскеуде келіссөздер жүргізуге келісті. Мәскеуде сапар шегіп, Қазақ кеңестік автономиясын құруға уәде еткен Владимир Ильич Ленинмен кездескеннен кейін Ахмет Байтұрсынов ұлы кеңес үкімет жағына шықты. Алашорда үкіметін большевиктермен күрестегі жеңілісі. Кеңес үкіметі қазақтардың арасына ықпалға ие болу үшін алаш көшбасшыларымен одақтасу қажеттігін түсінді. 1919 жылы 4 қарашада Алаш және Алашорда үкіметін кешірім жасау туралы жарлық жарияланды. Алашордалықтар кеңестер үкіметін мойындайтынын мәлімдеді. Алайда дегенмен де Татарстан мен Башқұртстан ұлт азаттық қозғалысының көсемдерін де осылай істеуге мәжбүрледі. Торғай ауданында Алаш полктары қызыл әскер құрамына кірді. Ахмет Байтұрсынов ақ гвардияшылардың қолдауына бас тартуға көндіру үшін Қазақстан басқа өңірдегі Алашорда басшылығымен келіссөздер жүргізе бастады. Сонымен осы уақыттары 1919 пен 1920 жылы 9 наурызда Алаш үкіметі тарату туралы жарлық шығарылды. Бұл жарлықта Кеңес үкіметін мойындаған барлық саяси қарсыластарына кешірім жарияландығына қарамастан, большевиктер мен алашордалықтар арасында қатынастарының күрделі болуы,
1920 жыл бас кезінде Семейде ақ гвардияшылдармен ынтымақтастық деген айыппен Әлихан Бөкейханов, Алашорданың басқа белсенді қайраткерлері тұтқындалды. Тек Қазревком мүшесі Ахмет Байтұрсыновтың араласуы ғана оларды тұтқыннан босатуға мүмкіндік берді. 20 жылдардың бірінші жартысында большевиктер алаш көшбасшылар мемлекеттік кеңес және шаруашылық жұмысқа белсенділігі айырмашылықтары көріне бастады. Алаш қайраткерлері Қазақстанның саяси және шаруашылық дамуына үлкен үлес қосты. Алайда азамат соғыс жылдарында олардың қарсыласы ұмтылған жоқ еді. 20 жылдардың екінші жартысынан бастап алаш қайраткерлері тәулікке жуық қуғын сүргінге ұшырады. 1937 мен 1938 жылдары жаппай репрессиялар кезінде алашордашылдар атылды. Осылайша Алашорда үкіметі 1920 жылы жойылып, Қазақстан аумағындағы билік контрреволюциялық комитеттер, ревком мен кеңестердің қолына көшті. Балалар, үйге берілетін тапсырма. Сау саламатта болыңыздар.